Reddit қолданушылары, сен не нәрседен қатты қорқасың? Видеоны бастамастан бұрын біздің YouTube арнамызға подписация етуді ұмытпа, және де достарыңа таратып лайк бас. Осылайша біз қазақша контентті тезірек дамыта аламыз. Жаңа ортаға немесе таныс емес жерге келгенде, жүр адамдармен танысып сөйлесіп қайтайық деген сөзден қатты қорқамын. Мен адамдармен көп араласпаймын, өз ойымды айтуға, сөйлеуге қорқамын. Жерде жатқан қоңызға қарап тұрасың, бір кезде ол қанаттарын шығара бастайды. Міне сол кезде бар жылдамдығымен қашу керексің. Мен үшін осы қорқынышты. Теңіздің, мұхиттың тереңдігінен қорқам. Біз су астын өте аз зерттедік. Ол жерде түрлі қорқынышты балықтар, жануарлар бар сияқты. Туыстарымның өлімінен және ауырғандарынан қорқам. Менің басымнан өтті, қиын жағдай. Бар қолымыздан келетіні өмірден рахат алып, әрі қарай өмір сүру. Төтенше жағдай туралы ескерту жүйесінің дыбысы. ақш-та өте қатты және дауысы қорқынышты болып шығады. Естіген сайын денем түршігіп паника боламын. ақш-тағысы әдейі сен қорқсын деп жасалған. Кейде адамдар естісе де үйінен шықпайды. Абақтыға түскендегі алғашқы 10 сағатым қорқынышпен өтті. Тіпті кейін бізге телевизор қосып бергенде де қорқыныш сезімі кетпеді. Қылмыс жасамаңдар, түрме жақсы жер емес. Бізге сөйлесу керек деген сөзден. Менің мамам маған дәл қазір хабарлас деген SMS жіберді. Денем түршігіп кетті, не болды екен деп. Ұшатын жәндіктер. Олардан мен ештеңеден қорықпаймын деген адамдардың өзі қатты қорқып кетеді. Суға батудан. Мен 2 рет суға батып кете жаздадым. Біріншісі 8 жаста болғанымда еді. Екіншісі 50 жасқа толғанымда. Әлі күнге дейін суға батудан қорқамын. Өмірімді босқа өткізіп алудан қорқамын. Мен 46 жастамын. Әлі немен айналысатынымды білмеймін. Өзімнің кім екенімді таба алмай жүрмін. 46 жас ештеңеге кеш емес. Көп нәрсені байқап көріңіз. Йогаға барыңыз, сурет салуды бастаңыз, жаяу серуендеуге көп шығыңыз, спорттық командаға қосылыңыз. Өзіңізге ұнайтын нәрсені табу үшін көп күш қажет, бірақ оны тапқанда сізден бақытты адам болмайды. Жасөспірімдерден. Түнде бастырылып қалудан қатты қорқам. Түнде бастырылып көргендер болса мені түсінеді. Комментке жазып кетіңдер қалай болғанын. Мен қозғала алмай қиналдым, жылағым келді. Сені бастық шақырып жатыр деген сөзден. Жалғыздықтан. Артымнан біреу қарап тұрған сияқты болады. Үйде жалғыз отырғанда, ойын ойнап отырғанда, артымда біреу тұрған сияқты болады. Әсіресе әжетханада тұрғанда. Білмеймін, мен қатты қорқам сол нәрседен. Неге екенін білмеймін, клоундардан қорқамын. Ақшасыз қалудан қорқам. Көшеде кетіп бара жатып, құлап басымды соғып өліп кетуден. Қабырғадағы өрмекшіні өлтіруге бара жатқанда ол бірден қозғалады. Сол кезде денем дыр ете қалады. Мен орыспын, менің әкемді Ресейге соғысқа кетті. Мен оны соңғы рет тамыз айында көрдім. Одан кейін еш хабар жоқ. Әжеміз екеуміз Грузияда тұрамыз. Әжемнің жағдайы нашарлап жатыр, ал әкемнен еш хабар жоқ. Ол әскери болғасын, оны бірден соғысқа кетті. Әкем келмей қалама деп әр күнім қорқынышпен өтуде. Қараңғы бөлмеде жалғыз қалудан қорқам. Таныс емес адамдар қоңырау шалған кезде өзімнің ойларымнан ойлансам болды, неше түрлі заттар елестеп кетеді. Ал сен қандай нәрселерден немесе құбылыстардан қорқасың? Комментарийға жазып отыр, және де каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа.